Назарбаев 11 миллион жәрдемақы, үстемақы талап етті ғой, моральдық шығын. Одан кейін бүгін Шумаев та дәл сондай сумма талап еткен белгілі болды. Егер де екі жақтың кешірімін алсаңыздар, жаза қандай болуы мүмкін? Екі жақ кешірім алса, бұл іс қысқарады. Бұл орта санаттағы ауырлықтағы қылмыс. Кешірім берілетін болса, бұл іс жауапкершілік соттылық жойылады. Соттылық болмайды деген өзі де айтып отыр ғой, мойындаймын аға, кешір қателік кетті, ондай бір қылмыс жасаймын деген ойым болған жоқ деген секілді өзінің ойын айтып жатыр. Әлі де біз барып жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз. Ол кісілер де айтып отыр, біз кешірімге алған ақшаны өзімізге емес, балалар үйіне береміз деп отыр. Сондай бір жақсы соң, яғни хэппи энд дейді, ағылшынша айтқанда солай бітсе екен деген ойдамыз. Айыптау актісі бойынша Әділетханның Инстаграмға салған видеосында кінә қателік қай жерде кеткен? Кінә қателік менің ойымша сол енді эмоциямен аттарды, аты жөндерін нақтылап айтқан жерлері бар, бірақ оның өзінде де мен енді қатты ол кісі бай мына жерде қате кетті деп айта алмаймын, ол пікір айта алмаймын, бірақ біздің ойымызша ол жерде айтатын да негіздер бар сияқты болып көрінеді. Өйткені сізде көрген болсаңыздар, ол өзі айтпайды. Міне ол адам кім деп ойлайсыздар деген кезде басқа бір видеоны көрсетеді. Ол видеодағы адам саған кім рұқсат берді десе, Узабаев деп айтады. Сосын міне осы адам рұқсат беріп жатыр екен ғой деген секілді сол видеодан шыққан пікірін айтып жатыр. Сол видеоға сілтеме жасай отыра өзінің пікірін айтып жатыр деп есептейміз да біз. Егер Әділетхан енді өзі көре жатар, бірақ Әділетхан қай позициясын болса да біз қолдауға дайынбыз.